Сіздің пәтеріңізде орын алған қанды қылмысқа мүлдем қатысым жоқ деп отыр екенсіз. Не үшін мойындамай отырсыз? Мойындамасаңыз жай жібере саламыз деп ойлап отырсыз ба? Олай ойласаңыз үмітіңізді үзе беріңіз. Себебі біріншіден сіз жалғыз күдікті болып саналып отырсыз. Әлгі пәтерде үшеуіңізден басқа ешкім болмаған. Солай сіз екеуін өз қолыңызбен өлтіріп, бір айдаладағы балаға қылмысты жауып тастағыңыз келіп отыр. Бұны қалай түсінсек болады? Бір күннен асып кетті, әлі отырмыз осылай. Бірақ менің айтып отырғанымның бәрі рас. Бәріне кінәлі сол бейтаныс бала. Оларды өлтіріп жатқанда мен тіпті үйде болмадым. Баланың жасы қаншада деп едіңіз? Шамамен 9 жасар бала. 9 жасар бала ең кезерде болған ер адамды қалай шамасы жетті деп ойлайсыз? Себебі ол бала емес, мүлдем басқа тіршілік. Ой, қоймадың сен. Қысқасы Қалдыбай, мен саған бір мүмкіндік беремін. Бұл жағдайдың нақты нұсқасын егжей-тегжейлі айтып бер маған. Болды, солай сотқа жібереміз. Маған сенесіз бе? Көреміз, мен саған сенгім-ақ келеді, себебі тым жақсы жігіт секілдісің. Бірақ айтып отырған әңгімең мынау. Сен біздің де уақытымызды алып отырсың. Қане, нақты нұсқаны маған айт. Бірақ осы оқиғаны 10 рет айттым емес пе? Жоқ, бұл жолы кәдімгідей толықтай не болған баяндап бер. Жалпы былай болды. Осыдан бір күн бұрын, яғни кешегі таңғы сағат 9-ның шамасы, мен көлігіммен қаладан шығып, және орманға бет алдым. Өзіңіз білесіз, жақында жаңа жыл келе жатыр. Сондықтан үйді безендіру мақсатында шырша ағашын кесіп алуға бардым. Қалада толып тұр емес пе? Не қиналып жүрсің орманда? Бұл біздің отбасылық дәстүр, әдет болып кеткен. Тек орманнан аламыз, жаңа жылға арнап. Әйелім айтты, үйді безендіруге керек деп. Солай орманға келуін келдім. Енді шағын ағаш іздедім. Шыршаға ұқсас, өте үлкен болса алып кете алмаймын. Сондықтан кішкентайын табуға тырыстым. Солай іздеп жүріп, орманның түбіне кіріп кеттім. Осылай суық орманның ішіне аралап жүріп, аппақ қардың қасында жатқан қап-қара бір нәрсеге көзім түсіп кетті. Айнала толықтай ақ түс. Бірақ мынау қара не? Деп қасына бардым. Сөйтсем адамның күртешесі екен. Нақтырақ айтсам кішкентай бала. Ей балақай, не істеп отырсың мына жерде? Солай қасына жақындадым. Басында ойлаған едім, суықта үсіп қалған болар деп. Бірақ жоқ, тірі болып шықты. Мен оған сұрақ қойдым, бірақ ол маған жауап бермеді. Жай көзіме қарап, мені бұл жерден алып кетші деген көзқараспен қарағандай болды. Сондықтан мен баланы бірден көтеріп, көлігіме салдым. Және шырша ағашын алмастан, бірден ауруханаға барайын дедім. Көліктің ыстық пешін қосып қойған едім. Бала бірден ұйқыға кетті. Осылай 30 минуттай жолда жүргеннен кейін ауруханаға келіп жеттік. Мен болсам көлігімнен түсіп, көліктің артында жатқан баланы алайын деп жатсам. Сенесіз бе? Түсініксіз жағдай орын алды. Нақтырақ айтсам, әлгі бала көлікте жоқ. Қайда кетіп қалған түсінбедім. Негізі көліктің артқы орындығында ұйықтап жатқан еді. Бірақ ауруханаға келгенімде оның жоқ болып кеткен көрінісін көрдім. Бұл қалай сонда? Тоңып тұрған бала қалайша жоқ болып кете қалады? Бұл қисынға келмейді, түсінесіз бе? Мұна айтқан жауабыңызды мен қабылдамаймын. Жоқ, тыңдаңызшы. Ол бала мүмкін мені ұрлап кетті деп ойлап, көліктен жолдан түсіп кеткен болар. Ой, бір түрлі жігіт екенсің сен. Жақсы жігіт па деп ойласам, өзіңнің не айтып отырғанын түсініп тұрған жоқсың негізі. Жақсы. Ары қарай не орын алды? Ары қарай мен ойланып көлікте отырып қалдым. Солай бала жай қашып кетті деп ойлап, өз үйіме кеттім. Сосын не істедің? Сосын өте жаман әрі өте бір түрлі жағдай болды. Үйге келемін және есіктен кірместен бұрын әйелім біреумен сөйлесіп жатты. Оған түрлі сұрақтар қойып деген секілді. Мен болсам телефонмен сөйлесіп жатыр екен деп, ас үйге кіріп қалсам, әлгі мен даладан тауылған бала біздің үйде ас үйде отыр. Ол бала болса әлі сөйлемейді. Әйеліме не болып жатыр дедім. Бірақ әйелім болса ештеңе болмағандай, кел үстел басына отыр, таңға суық қалатын болды, деді. Бейтаныс бала әйеліме бұрыннан таныс секілді әрекет етіп жатыр. Және әйелім маған одан бетер үрейлі сөзді айтты. Нақтырақ айтсам, мынау кім? Деп баланы айтқан едім. Әйелім болса, бұл біздің баламыз, басың ауырып қалған ба? Деді. Жоқ, шынымен, сендер қазір менің үстімнен қалжыңдап тұрған боласыңдар. Қайдағы баланы айтып тұрсың? Біздің отасқанымызға 4 жылдан асты.
Ал мына баланың жасы шамамен 9-да секілді. Қайта сен айтып тұрсың? Әйелім маған одан сайын ренжіп, менің мас екенімді айтып, айқай шығарды. Мен болсам абдырап қалдым. Негізі басында бұның бәрі жай әзіл болар деп ойлаған едім. Бірақ жоқ, әйелім рас айтып тұрғандай. Сондықтан мен барып әйеліме дәлелдеу үшін отбасылық суретті көрсетейін дедім. Және ас үйден жатын бөлмеге барып, отбасылық суреттердің бәрін қарадым. Және бір қызығы, әлгі бала біздің қасымызда жүріпті. Ол бала барлық суретте бейнеленген. Ал әйелім болса, менің мас екенімді айтып, өз балаңды танымай қалдың деп айқай шығара бастады. Бірақ бұл қалайша? Мынау бейтаныс бала не істеді соншама? Бұл иллюзия ма? Әлде мен шынымен бастан кетейін дегенмін бе? Деп мен өзімнен күмәндана бастадым. Және артық айқайсыз күртешемді қайтадан киіп далаға шығып кеттім. Ал әлгі бейтаныс бала мен өз әйелімді оңашада қалдырдым. Артынша бұл үлкен қателік болды. Сөйтіп өз-өзімнен күмәнданған күйде далада біраз тұрдым. Мен өзімді психикалық тұрғыда ауруға айналып жатырмын деп ойладым. Егерде ол менің балам болатын болса, және мен оны тіпті танымай есінен шығарсам, онда менде бірдеңе дұрыс емес. Түрлі жаман ауруларды ойлап кеттім осы кезде. Бірақ жоқ, мүмкін емес, бұл нағыз ақымақтық деп терең ойда батып тұрғанымда көршім әрі досым Малдыбай келді. Ассалаумағалейкум көрші, қалай жағдай? Суық далада не істеп тұрсың состиып? Жағдай қалай? Жаман болып тұр. Не болды? Айтсам сенбейсің, бірақ бір түрлі жағдайға тап болдым. Не жағдай енді? Орманнан бір бала тауып алдым. Соны ауруханаға апарайын деп ауруханаға келсем, әлгі бала жоқ болып кетті. Мен түсінбедім, ғайып болып кетті. Сосын жарайды деп үйге келсем, әлгі бала отыр. Және ең бір түрлісі, ол менің балам екен. Әйелім солай айтты. Ол қалай менің үйімді тауып алды? Түк түсініксіз. Сенен сұрап алайыншы осы жерде, менің балам бар ма? Үйленгеннен бері? Басың ауырып қалған ба? Мен білетін Қалдыбайдың баласы жоқ сияқты еді. Рахмет көрші саған. Мен өзімді аурумын деп ойлап тұрсам, онда әйелім неліктен олай айтты екен? Көрші, сен де қызықсың. Жай әзілдегісі келген ғой сенімен. Солай ма? Әрине бауырым, көңіл күйің түсіп бір түрлі болып тұрсың досым. Себебі мен өз-өзімнен күдіктеніп қалдым. Өзімді психикалық тұрғыда ауруға ұшыраған адам секілді сезіндім. Өте жаман сезім екен. Бірақ көрші, саған рахмет, менің үмітімді сөндірмедің. Бауырым, бәрі жақсы, сен ешқандай ауру емессің. Жай өзіңе қатты қабылдама. Себебі өзіңе қатты қабылдасаң, негатив эмоцияларды бойыңа сіңіріп, мүлдем қажет емес. Болды досым, рахмет саған. Осылай көрші досым мен далада біраз уақытқа дейін әңгіме айтып жүрдім. Және уақыттың қалай тез өткенін байқамай да қалдым. Сағатқа қарасам, кешкі сағат 18:00 болып қалыпты. Күн де батайын деп жатыр. Солай көршім екеуміз үйімізге кіре кеттік. Көршімнің үйі маған қарама-қарсы орналасқан. Ол солай үйіне кірді, және мен де үйіме кірейін деп есікті аштым, және мына көрініске тап болдым. Үйдің іші тастай қараңғы, ештеңе көрінбейді. Жарықтың бәрін өшіріп тастапты әйелім. Соған қарағанда маған қатты ренжіген-ау деймін. Яғни ұйқыға жатып қалған болу керек. Бірақ сағат небәрі 18:00-ден асты емес пе? Ұйықтайтын уақыт әлі ерте. Не үшін әйелім олай істеді? Ол маған осы әрекетімен ренжіп қалған білдіргісі келе ме? Сөйтіп мен жарықты жағайын деп қосу батырмасын басқан едім. Жарық қосылмай тұр. Жарық үйде мүлдем жоқ секілді. Қызық. Жақсы. Содан не керек, телефон жарығын жағып алдым да алға қарай дәлізге енді жүре түскен едім. Бір орында қозғалмай тұрған жаңағы баланы көрдім. Балақай, не істеп тұрсың бұл жерде? Қане, төсегіңе жатпайсың ба? Деп оған сөйледім. Бірақ әдеттегідей ол бала маған жауап бермеді. Тек үнсіздік. Ол бала менің ашуыма тие бастады. Сондықтан қасына жақындап, сен балам, мені қатты таңғалдырдың. Мүлдем сөйлемейсің. Оның үстінен менің үйімді тауып алып, әйелімді қалай сендіргеніңді түсінбедім. Бірақ осының бәрі қалайша? Бұл не деген иллюзия? 9 жасар баланың қолынан келе ме бұл? Бұл жерде бірдеңе дұрыс емес секілді. Қане, сөйлеп көрші маған. Әлде тіліңді жұтып қойдың ба?
не үшін осы уақытқа дейін сөйлемейсің? Әке, кешірші мені, бірақ мен сенің нағыз ұлыңмын, деп маған мына бала бірінші рет сөйледі. Онда неліктен менің есімде ештеңе жоқ? Әке, сіз өзіңіз білмейтін аурумен ауырасыз. Нақтырақ айтсам, ұмытшақтық ауруы. Сіздің ауруыңыз асқынып кетсе керек. Тіпті мені танымайтын жағдайға жеттіңіз. Түсініксіз. Онда маған әйелім не үшін айтпаған? Себебі сіз ұмытып қала бересіз. Бары осы ғана. Бұл бала мені сендіруге тырысты, және тіпті сеніп те қалдым. Бірақ соңғы сұрақты қойғанымда ол бала абдырап қалып, адам танымастай болып өзгерді. Ал сені орманнан тауып алғаным ше? Ол жай ғана сіздің қиялыңыз. Маған сеніңіз. Жақсы, бірақ қазір әйелімді шақырып нақты сұрап алайын. Сөйтіп әйелімді шақырдым, бірақ жауап бермеді. Сондықтан бөлмесіне бардым, және сұмдық көрініске тап болдым. Барлық жер тек қап-қызыл қан, ал төсекте менің әйелімнің мәйіті жатыр. Әйелімнің денесі адам танымастай болып өзгерген, қатты бөлшектеп тастапты. Мен бәрін түсіндім. Барлығы жай иллюзия. Күдіктенгенім дұрыс болған екен. Және осы кезде артымнан құбыжықтың ақырған дауысы шығып бастады. Сосын не істеді ол саған? Әлгі бала не, құбыжық айналып кетті ме? Иә, дәл солай тергеуші мырза. Сосын сен не істедің? Сосын ол менің мойнымнан ұстап, лақтырып жіберді. Сөйтіп бірден барып, үйдің есігінен далаға шығып кеттім. Сосын көрші досыма бардым. Және оған не болғанын айттым. Содан кейін көршім мені тынышталдырды, және үйінен пышақты алып, менің үйіме кіріп кетті. Содан кейін құбыжық көршімді тірілей жеді. Мен барлық дауысты анық естідім, бірақ үйге кірмедің. Маған енді мынаны айт. Сен білесің бе полицейлерді көршілерің шақырғанын? Сен не үшін шақырмадың, егер де жәбірленуші болсаң? Себебі мен қатты абдырап қалдым. Қой сені, мына айтқан сөздерінің бәрі шизофрениялық ауруға келеді. Жалпы айтқанда, есің дұрыстығын анықтайтын тест жүргіземіз. Әзірше тергеу жалғаса береді. Мынаны алып кетіңдерші, бауақтың бәрін алып бар.